Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге бүгін Stopwatch бағдарламасымен қолдануды көрсететін боламын. Ол үшін Google-дан онлайн Stopwatch сайтын іздейміз. Іздеу нәтижесінен бірінші сайтқа кіреміз. Сайтқа кірген кезде логин және пароль енгізу жолдары көрінуі мүмкін. Алайда оған тіркелу міндетті емес. Егер премиум нұсқасын пайдаланғыңыз келсе, айына 3990 теңге төлеу қажет. Бірақ біз қазір тегін нұсқасын қолданамыз. Алдымен Random Name Picker батырмасын басамыз. Кейін келесі функцияларды пайдалануға болады. Сәттілік дөңгелегі, кесте түріндегі таңдау форматы, сиқырлы қорапша, сиқырлы қалпақша. Бұл онлайн құралдар оқушыны топқа бөлуге, әрі сабақта жауап беретін оқушыны әділ түрде таңдауға мүмкіндік береді. Мысалы, сәттілік деңгейінің үстінен басайық. Сәттілік дөңгелегі құралын қолдану тәртібі. Алдымен оқушының тізімі Word форматына алдын ала дайындалады. Дайын тізім көшіріліп алынады. Одан кейін бағдарламаның настройки бөліміне кіріп, Clear List батырмасы арқылы бұрынғы тізімді өшіріледі де, дайындалған тізімді Вставить батырмасы арқылы қоямыз. Келесі қадамда Save As батырмасы басылып, Get Saved List белгішесінен соң галочка таңдалады. Одан кейін Click Here батырмасы арқылы тізім сақталады. Соныңда Spin батырмасын басу арқылы жүйе кездейсоқ түрде бір оқушының атын таңдап көрсетеді. Енді сборщик ногтей журавля кран арқылы таңдайтын кездейсоқ іріктеу құралына тоқталайық. Алдымен настройки бөліміне кіріп, Clear List батырмасы арқылы бұрынғы тізім өшіріледі. Одан кейін алдын ала дайындалған оқушылар тізімі Вставить батырмасы арқылы енгізіледі. Келесі қадам алдыңғы құралды қолдану тәртібімен бірдей жүзеге асырылады. Жүйе іске қосылғаннан кейін кран қозғалыс жасап, тізім ішінен бір оқушының аты автоматты түрде таңдалады. Бұл бастауыш сынып оқушыларының қызығушылығын арттырып, сабаққа деген ынтасын күшейтеді. Педагогикалық тиімділігі. Аталған құрал сабақ барысында оқушылардың белсенділігін арттыруға, күтпеген, бірақ әділ таңдау жасауға, цифрлық технологияларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, құрал ойын форматында ұйымдастырылғандықтан, бастауыш сынып оқушылары үшін түсінікті, қызықты және психологиялық тұрғыдан қолайлы болып табылады.